Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін мен ауызашарға осындай лағман пісірдім. Дайындалу жолын көргіңіз келсе, алдағы видеоны соңына дейін көріңіз. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Оразаның 3-ші күніне мен бүгін лағман дайындаймын. Ең бірінші етін дайындап аламыз. Бізге бір жұмыртқа керек. 3-тен 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка және 3-тен 1 шай қасық қара бұрыш керек және ет керек. Мен қазір бір немесе 2 адамның ғана порциясын дайындаймын тамағын. Сондықтан мендегі көлемі өте аз. Сіздер бір жұмыртқаны түгел қосып алуларыңызға болады, ал мен қазір мына жұмыртқаны қамырға және етке бірге пайдаланатын боламын. Бір жұмыртқаның 3-тен 1 бөлігін етке құямыз. Және дайындап қойған тұз, паприка, бұрышты етке саламыз. Араластырамыз. Осылай маринадтап қойып қоямыз. Қамырын дайындау үшін 1 шай кесе ұнға жарты жұмыртқаны қосамыз, немесе 3-тен 2 жұмыртқаны қоссаңыздар да болады. Яғни бұл 2 адамның порциясы. Егер сіз 4 адамға істесеңіз, 1 жұмыртқаны түгел қосасыз. Және 50 мл суға 4-тен 1 шай қасық тұзды қосып, әбден араластырып аламыз. Су өте салқын болу керек. Қазір қамырға мен мынау суды түгел құймаймын, бірақ кем дегенде 50 мл алуым, тұзы жақсы араласу керек, кебіртіктеніп қалмау керек. Ақырындап 3-тен 1 бөлігін құя отырып, қамыр илеп аламын. Мен 45-48 мл су кетті. Яғни оның тығыздығы әртүрлі, оның сақталған жердегі ылғалдылығы әртүрлі. Соған байланысты оның әртүрлі суды сіңіретін болады. Сондықтан мынау дайын болған қамырымыз. Енді дайын болған қамырымыздың сыртын жақсылап майлаймыз. Және ауа бармастай етіп жауып, 2 сағатқа қалдырамыз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майды құйып, бұған дейін маринадтап қойған етті саламыз. Араластырып тұрып қуырамыз. Бетіне 3-тен 1 немесе 4-тен 1 шай қасық тағы да тұз саламыз. Осылай қайнап қуырылып жатқанда отын ақырындатып 20 минут бойы бұқтырамыз. Енді бұған дейін дайындап қойған қамырымызға келеміз. Міне, ол бабына келіп тұр. Кішкене қолымызбен басқылап жібереміз де. Өйткені майын сіңіріп алғаны жақсы. Енді бұны ұзыншалап кесіп аламыз. Енді әрбірін түгел майлап, өткен жиектері майсыз болып қалды. Қолымызбен кішкене жұмырлап, қайтадан майланған ыдысымызға саламыз. Енді әрбір жұмырланған қамырымызды аламыз да, осылай ақырындап созып шығамыз. Осылай осыншалап созып алған күйінде бетіне аздап сұйық май жағамыз. Одан әрі қарай бір-бірден алып жаюға кірісеміз, созуға кірісеміз. Сіз егер бірінші рет созып тұрсаңыз, ақырын осылай дастарханның бетіне қойып, ақырын қолмен осылай жүріп шықсаңыз, сізде ең жақсы лағманыңыз жақсы созылады. Шамамен бірдей болып шықты. Қалғандарында дәл осылай істеп шығамыз.
Бұған дейін мен ұйғырлардың мастер классына қатысқан болатынмын. Осы лағманды созуды үйрететін, лағман пісіруді үйрететін. Ол кезде де бір нәрседе қатып қалған рецепт жоқ екенін айтады ол кісілер. Және олар лағман істеген кезде отбасының барлық мүшелері қосылады деп айтады. Сонда лағманды егер сіздерде біркелкі болмай қалса, қалың жерін аласыздар да қолмен осылай созып жібересіздер. Олар сол семьядағы, сол отбасында қанша адам бар, сонша қамырды созып береді, сондықтан өте жылдам дайын болады деп көрсетеді. Бағанағы біздің бір кесеге жетер жетпес ұнымыздан осынша қамыр дайын болды. Шамамен осындай болып қуырылады. Пешін өшіріп қоямыз. Қазанға май құйып, қатты қыздырамыз. Қызғанын тексеріп көреміз. Мысалы, кез келген пияздың бір шетін салсаңыз, ол қуырылуға дайын болады. Дәл осы кезде ең бірінші біз лағманға арналған дәмдеуішті салып жібереміз. Және 1 шай қасық немесе 1,5 шай қасық томат пастасы немесе паприка саламыз, құрғақ томат. Иісін шығарып, бір 40 секундтай араластырып қуырамыз. Одан әрі қарай ол қарайып кетеді. Енді бір пиязды ұсақтап, ұзыншалап турап қуырамыз. 3 минут қуырамыз. Қуырылған пиязды бір шетіне жинап, екінші шетіне ақырындап тағы да бір кішкене сұйық май құямын. Бұл ашып алған шетіне тәтті бұрышты саламын. Осы бір жақ шетіне қойып, бұны да бөлек қуырып аламыз. Енді түгел араластырамыз, етті саламыз. Етті салғаннан кейін араластырамыз да бірден пешті өшіреміз. Менде пештің табы бар. Және жұқалап туралынған пекин қырыққабатының қатты жері, сосын 4-5 бас сарымсақты ұсақтап турап саламын, араластырамын. Қақпағын жауып, пештің табынан алып тастаймын. Енді қайнап жатқан суға 1 шай қасық немесе 1,5 шай қасық тұз саламыз. Енді бұған дейін дайындап қойған қамырымызды ақырындап бір шетінен алып аламыз. Столдың бетіне жақсылап жайып алғанымыз дұрыс. Осылай қолымызбен соза отырып, столға ақырындап ұрып аламыз да қайнап жатқан суға салып пісіріп аламыз. Бірден қақпағын жабамыз. Ақырындап көтеріліп келе жатқан кезінде ол үшін 1,5-2 минут уақыт кетеді. Бірден тәрелкемізге салып аламыз. Басқалармен де дәл осылай істейміз. Енді тек жалғыздан емес, уақыт алмас үшін 2-3 қамырды біріктіріп алып, бірден салуға болады. Болды міне. Енді бетіне тұздығын саламыз. Мен бүгін ас-көк алуға далаға шықпадым. Демалыс болғасын, барлық жұмыс бүгін үйде болды. Тұздығын бетіне салдық. Енді қамырын қайнатқан судан алып, ақырында бетіне құямыз. Егер кімде-кім сұйықтау қалайтын болса, сұйық күйінде ішеді. Ал кімде-кім қою күйінде жегісі келсе, тек қана қою күйінде жейтін болады. Міне.
ас қойғаны жетіспей тұр. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.